Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті сіздермен интерактивті сабақ өткізеді. Бүгінгі интерактивті сабақтың тақырыбы үсік шалу. Үсу дегеніміз төменгі температураның ұзақ әсер етуі нәтижесінде тіндердің зақымдануы. Үсу ауа райының аязды күні ғана емес, сондай-ақ температура нөлге жуық кезде де ылғалдылық жоғары болып, күн ұзақ уақыт суытқанда болуы мүмкін. Үсуге суық жел, ауаның ылғалдылығы, су болған әрі тар киім, аяқ киім, қолғап немесе мастық организмнің жалпы әлсіздігі әсер етеді. Үсікке көбінесе саусақ, башпайлар, мұрын, құлақ шалдығады. Үсік шалған жерді суық жерде тұрып қармен ысқылауға және суық суға түсіруге болмайды. Үсіген организм көп уақытқа дейін суыққа сезімтал келеді. Үсудің пайда болу себептері: суықтың, желдің, жоғары ылғалдылықтың, тар және дымқыл аяқ киімнің, науқастың жалпы жағдайының нашар болуы, қандай да бір ауруға шалдығу, алкогольдік масаю, көп қан жоғалту және тағы басқа себептер әсер етеді. Жиі ісуге бейім бөлімдер: олар аяқ жақтың дисталды бөліктері, құлақ және мұрын, яғни дененің шеткі қанмен нашар қамтамасыз етілетін ағзалар. Үсудің 4 кезеңі бар. Бірінші кезең: тер бетінде қайтымды қайнайналым бұзылыстары анықталады. Үсікке шалдыққан тер беттері бозарған, біраз ісінген, сезімталдығы төмендеген немесе мүлдем жойылған. Теріні жылытқаннан кейін терінің түсі көк, қызыл түске айналып, ісіну және ауырсыну сезім пайда болады. Үсіген жердің қабынуы бірнеше күнге созылады және бұл аймақтар суыққа өте сезімтал болып келеді. Екінші кезең: тер беттерінің жансыздануы мен мөлдір сұйықтыққа толы көпіршіктердің пайда болуымен сипатталады. Зақымдалған жердің қан айналымы баяу қалпына келеді. Науқастың жалпы жағдайы нашарлайды. Дене температурасы жоғарылайды. Тәбеті нашарлайды. Ұйқысы бұзылады. Зақымдалған аймақ 15 шамасы 30 күнде жазыла бастайды. Тері сезімталдығы өте төмен болады. Үшінші кезең: үсіген аймақтың қан айналымы бұзылған. Терінен барлық қабаттарының сезімталдығы мүлдем жойылған. Бірақ науқаста қатты ауырсыну сезімі болады. 3 немесе 5 күннен кейін үсіген аймақта дымқыл гангрена дами бастайды. Төртінші кезең: тіндердің барлық қабаттарының сүйектің сезімталдығы толығымен жойылған. Мұндай терең зақымдануда жылыту ешбір нәтиже бермейді. Тер лезде іші қара түсті сұйықтыққа толы көпіршікпен жабылады. 10-17 күннен кейін некрозданған ошақ айқын көріне бастайды және қарайып кебе бастайды. Бұл кезеңде науқастың жалпы жағдайы күрт төмендеген, органдарда дистрофиялық өзгерістер байқалады. Науқас кез келген ауруға сезімтал және бейім болады. Бірінші дәрежелі үсіну: аса жеңілі, аз уақыт суық әсер етуінен болады. Терінің жаны кетпейді. Ондай үсінуге шалдығудың бірінші белгісі: зақымданған жерлердің жансыздануына әкеп соқтыратын күйді, шаншуды сезіну. Содан соң тері қышиды және ауырады. Олар аса мәнді және аса көрнекті болмауы мүмкін. Екінші дәрежелі үсіну ұзақ уақыт суық әсер етуінен болады. Оған аса тән белгі зақымданудан кейінгі бірінші күні түссіз сұйықтық толған көпіршіктің пайда болуы. Екінші дәрежелі үсінуден соң аурудың бірінші дәрежелі үсінуге қарағанда ұзағырақ және тереңірек сезінеді. Тері қышиды және ауырады. Үшінші дәрежелі үсіну кезінде температураның төмендеуі және ұлпаға суық әсерінің ұзақтығы артады. Бастапқы кезде пайда болған көпіршіктердің іші қанға аралас, түбі қоңыр көк болады және тітіркендіргіштерді сезбейді. Терінің барлық элементтері өледі де соңында
бітеледі және тыртықтар өрістейді. Түсіп қалған тырнақтар қайтадан өспейді немесе пішіні бұзылып өседі. Өлген ұлпалардың түсуі 2-3 аптада аяқталады. Одан кейін тыртықтанады. Ол 1 айға дейін созылады. Ауруды сезінудің қарқыны мен ұзақтығы 2-ші дәрежелі үсінуден жоғарырақ. 4-ші дәрежелі үсіну температураның аса төмендеуінен және ұлпаға ұзақ уақыт суық әсерінен туады. Ол көбінесе 3-ші және 2-ші дәрежелі үсікке шалдығумен үйлеседі. Жұмсақ ұлпаның барлық қабаттары өледі. Жиі сүйек пен буын зақымданады. Терінің температурасы оны қоршаған үсікке шалдыққан ұлпа участогінен біраз төмен. Көпіршіктер үсікке төмендеу шалдыққан учаскелерде 3 және 2-ші дәрежелі үсінген жерлерде дамиды. Ісік біраз ұлайған жерлерде көпіршіктің болмауы сезімталдылығын жоғалтуы 4-ші дәрежелі үсуге шалдығудың куәсі болып табылады. Үсік шалудың алдын алу мақсатында аязда көп жүрмеу, тар киім кимеу, алкоголь қолданбау, бет пен қолға дымқылдандыратын крем жақпау қажет. Үсуге шалдығу кезінде алғашқы көмек. Алғашқы көмек тонудан тоқтатудан, аяқ қолды жылытудан, суыққа шалдыққан ұлпаларда қан айналымын қалпына келтіру және инфекцияның алдын алудан тұрады. Үсуге шалдығу белгілерін байқаған кезде бірінші зардап шегушіні жақын маңайдағы жылы жерге апару, қатып қалған аяқ киімді, шұлықты, қолғапты шешу керек. Алғашқы көмек іс-шараларын өткізумен бір уақытта дәрігерлік көмек көрсету үшін тез дәрігерлерді жедел жәрдемді шақыру қажет. 1-ші дәрежелі үсікке шалдығу кезінде тоңған жерлерді қызарғанға дейін жылы қолмен, жеңіл уқалаумен, жүн матамен ысқылаумен, деммен жылыту керек. Содан кейін мақта дәкемен орау керек. 2-ші, 4-ші дәрежелі үсікке шалдығуда тез жылыту, уқалау мен ысқылаудың қажеті жоқ. Зақымдаған жерді жылу өткізбейтін таңғышпен ораңыз. Олар дәке қабаты, қалың мақта қабаты, тағы дәке қабатын үстіне пленка немесе су жібермейтін мата болу керек. Зақымдаған аяқ қолдар қол асты құралдарының көмегімен бекітіледі. Олар тақтайша, фанера сынығы, тығыз картон. Оларды таңғыштың үстіне салып дәкемен орайды. Алғашқы көмек көрсеткенде үсіген адамды бірден жылы жерге кіргізіп, жылытып, ыстық шай немесе кофе беру керек. Жансыздаған жерін жылы суға, температурасы 37 мен 40 градус шамасында болу керек. Оны малып, денесі қызарып, жылынып, сырттан тиген қолды сезетін болғанша жайлап ысқылайды. Содан соң танып тастайды. 2 мен 4-ші дәрежелі үсікке шалдыққан адамды алғашқы көмек көрсетіліп болғаннан кейін жылы орап, ауруханаға апару қажет. Үсік шалған жерді суық жерде тұрып, қармен ысқылауға және суық суға түсіруге болмайды. Үсіген организм көп уақытқа дейін суыққа сезімтал келеді. Үсікке шалдығу төмен температураның әсерінен дене мүшесінің кей бөлігінің зақымдануы. Көбінесе үсінуге шалдығу қыстың суық мезгілінде қоршаған орта температурасы -10 және -20 градус төмен кезде болады. Көктемде және күзде ауа райы температурасы 0-ден төмен кезінде далада көп уақыт, әсіресе ауа ылғалды және күшті жел болғанда да үсінуге шалдынуға болады. Аязда тар және дымқыл киім мен аяқ киім кию, қатты шаршау, ашығу, ұзақ уақыт қозғалыссыз және ыңғайсыз болу, алдыңғы суықтан алған жарақаттың болуы, аурудың нәтижесінде болған ағзаның әлсіреуі, аяқтың тершігіндігі, аяқ-қол буындарының және жүрек-тамыр жүйесінің созбалы аурулары, қан жоғалтумен болған ауыр механикалық
зақымдалулар, темекі шегу сүге шалдығуға әкеп соқтырады. Статистика бойынша адамдардың қаза болуына және аяқ қолын кесуге әкеп соқтыратын барлық ауыр үсінуге шалдығулар олар күшті алкогольдік мас болу салдарынан болатындығы көрінеді. В октябре 2020 года на площади Тавельсизда города Кокшетау состоялся торжественный церемониал проведению присяги 147 курсантов первого курса факультета очного обучения Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан. В торжественном мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин и аким Акмолинской области Ермек Маджикбаев. Также министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин посетил Кокшетауский технический институт и ознакомился с материально-техническим оснащением учебно-тренировочного полигона КТИ. Я думаю, надолго запомнится молодым людям, что в знаменательный день, сегодняшний 2020 год, с вновь образованием восстановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям и 25-летием образования государственной системы предупреждения чрезвычайной ситуации, им удостоена такая честь принять присягу для дальнейшего прохождения службы в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Сегодня я пожелал молодым ребятам, которые связали свою судьбу с защитой, предупреждением и ликвидацией чрезвычайной ситуации, успехов, благополучия, и невзирая на тяжелые пандемию, чтобы все были здоровы и чтобы их судьба была благосклонна к их профессии, которую они выбрали. С 8 класса я хотел стать военным человеком. После окончания 9 класса поступил в высший многопрофильный колледж гражданской защиты. На 3-м курсе я спас ребенка в 2018 году, после чего я мог уверенно сказать и подтвердил этим поступком, что моя будущая профессия – это спасатель. Ну и сейчас мы элемент, который посмотрели, это непосредственно учебное место, которое полигон с каждым годом обрастает новыми элементами. Задача Кокшетауского технического института наращивать учебно-материальную базу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить материально-техническое оснащение именно института с целью подготовки здесь квалифицированных спасателей, квалифицированных офицеров, которые придут служить уже в подразделение и знали, с чем им придется сталкиваться. К сожалению, на протяжении многих лет данной учебной базе не уделялось внимания. Я думаю, что в ближайшие годы мы должны эту базу сделать одной из самых передовых у нас в республике, где проходит подготовку не только курсанты, но и гарнизон Акмолинской области.